Қазақстанның бір шағын қаласынан шыққан Әділ мен Айман отбасындағы бақытты өмірлерінің ең ұзақ арманын орындауға бел буған еді. 3 баласы 10 жастағы ұлы Арман, 8 жасар қызы Аружан, 5 жасар кішкентай ұлы Нұрлан. Әкесі мен анасының қолынан ұстап әуежайға бара жатқанда көздері жылтырап тұрды. Олар Түркияның Анталия қаласына 2 апталық демалысқа баратын. Теңіз, күн, құм, балалардың қуанышы шексіз еді. Алғашқы күндері бәрі тамаша өтті. Қонақ үйдің бассейнінде шомылып, жағажайда құм үйіп, кешке отбасымен серуендеп жүретін. Әділ камерасынан түсірмей, Айман күліп балалардың қызығын көріп рахаттанып жүрді. Бірақ 3-ші күні бәрі өзгерді. Күн батқан кезде балаларды қонақ үйдің ойын алаңына апарып, өздері жақын кафеде отырады. 5 минутқа ғана. Сол 5 минутта балалар жоғалып кетеді. Қайтып келгенде ойын алаңы бос. Қызметкерлер еш нәрсе көрмегендерін айтты. Камералар тек көлеңкелерді ғана түсірген. Полиция шақырылды, іздеу басталды. Әділ мен Айман түні бойы көшеде жүгіріп, балалардың атын айқайлап, қонақ үй маңайын, жағажайды, базарды аралады. Бірақ еш нәтиже жоқ еді. Таңға қарай Айман шыдай алмай, мен өзім іздеймін, сен полициямен қал, деді де ол күйеуіне. Көзі қызарып, дауысы дірілдеп тұрды. Әділ оны қанша тоқтатқысы келді, бірақ әйелінің ашуы мен үрейі үстем болды. Ол қараңғы тар көшелермен жүріп, әрбір бұрышқа қарап, балалардың суреттерін көрсетіп сұрастырды. Сағат түнгі 11-лер шамасында бір топ жергілікті жігіттер оны байқады. 5-6 адам, іштерінде ішімдікке толы, көздері қызарып тұрған бұзақылар еді. Олар алдымен көмектесеміз деп жымия сөйледі, бірақ сөздері тез өзгерді. Айман қашуға тырысты, бірақ олар тым жылдам еді. Бірнеше қол оны қоршауға алды. Көше қараңғы, адам жоқ. Олар оны ескі қоймаға сүйреп әкетеді. Айман айқайлайды, тырнады, тепкіледі, бірақ күш жетпеді. 4-5 ер адам оған жабылды. Олардың күлкісі мен лас сөздері қараңғылықты толтырды. Айманның киімдері жыртылды. Бірінші жігіт оны жерге қаратты. Содан кейін келесі. Олар кезекпен аяусыз рахаттанып зорлады. Айманның көзінен жас емес қан ағып жатты. Оның денесі ауырған сайын олардың күлкісі күшейе түсті. Біреуі шашынан ұстап бетіне түкірді. Тағы біреуі аяғынан сүйреп қабырғаға соқты. Уақыт тоқтағандай болды. Олар білгендерін істеді. Соққы, қорлау, тағы да зорлау. Соңында оны қан жоса жартылай жалаңаш күйінде тастап кетті. Қойманың есігі жабылды. Түнгі тыныштықта тек Айманның әлсіз ыңыраңы ғана қалды. Әділ әйелін тапқанша таң атқан еді. Полициямен бірге көшелерді аралап жүріп, қойманың жанынан өткенде әлсіз дауыс естілді. Ішке кіргенде жүрегі тоқтай жаздады. Айман қабырғаға сүйеніп, денесі көгеріп, қаны ағып жатты. Көздері бос, жансыз. Әділ оны құшақтап жылады. Айман ештеңе айтпады. Тек дірілдеп күйеуінің көкірегіне тығылды. Аурухана, дәрігерлердің беттері қарауытты. Көп жарақат, психологиялық соққы ауыр, деді олар. Балалар туралы еш хабар жоқ. Полиция мүмкін сатуға алынған болуы мүмкін деп болжады. Іздеу жалғасты, бірақ нәтиже жоқ. 2 апта өтті. Айман сөйлемейтін болды. Тек түнде оянып қорқып айқайлайтын. Әділ онымен бірге отырып, қолын ұстап, үнсіз жылайтын. Қазақстанға қайту туралы шешім қабылданды. Балаларсыз. Олардың суреттері қалтасында, жүректерінде мәңгі қалды. Ұшақта отырғанда Айман терезеге қарап сыбырлады. Олар бізді күтіп тұрған шығар үйде. Әділ оның қолын қысты. Көздеріне жас толып. Біз іздейміз, өмір бойы іздейміз, бірақ сенен айырылмаймын. Қазақстанның жеріне аяқ басқанда аспан қара бұлтқа толы еді. Отбасы 3 адамнан 2 адамға азайған.
бірақ олардың махаббаты ауырып тұрса да әлі тірі еді. Балалардың тағдыры белгісіз қалды. Кейде өмірдің ең қараңғы түнінде де үміттің кішкентай шырағы жанады, бірақ ол шырақ әлі тым әлсіз еді. Бұл оқиға олардың өмірін мәңгі өзгертті. Әр түн сайын Айманның көз алдында сол қараңғы қойма, әр таң сайын Әділдің жүрегінде балалардың дауысы. Олар тірі қалды, бірақ енді мүлдем басқа адамдар болып оянды.